Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Баспагер, тұра тұрыңыз. Сайрап атқан құстың дауысын естідіңіз бе? Біз қазір көрсең көз тоймайтын, мүлгін тыныштықта, табиғат аясында нағыз жер жанаты жетісудың бір қасиетті мекені Қайыңды сай көліндеміз. Таяқ тастам жерде Қайыңды сай. Олай болса, бұл біздің бағдарламамыздың тағы бір шығарылымы. Бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз Меломен тобының жігіттерімен әнші Бибігүл Құйылымхан болмақ. Қазақ жеріндегі Тянь-Шань тауы сілемдерінің бауыры, ірілі ұсақты көптеген өзен көлдерге бай, ал Қайыңды солардың ішіндегі шоқтығы биігі десек, артық айтқандық емес. Көлдің ерекшеліктерінің бірі оның тым жастығында. Қайыңды 1911 жылы орын алған жер сілкінісінің әсерінен пайда болған. Қайыңдыда қонақта болған жұртшылық әруақтар көлі деген атау тағып кеткен. Мұның сыры суға батқан кемелерге ұқсас Тянь-Шань шыршаларының діңгектері судың ішінен 15 метрге дейін көтеріліп тұрады. Құрметті көрермендер, мен таңғасымды ішпей, осы жігіттермен қазір осы ойынды ойнайық деп келіп отырмыз. Көріңіздер қазір. Ашқаның ойнайын деп отырсыз ба? Иә. Отып кетуі мүмкін. Көрейік. Ғабит ал енді кімнің миы қатты жұмыс істейтін бір көрейікші қанекей. 1, 2, 3. Вақыт. Опа! Попал. Ё-моё. Екі аяқпен сразу барғалау екен не? Сол болады ғой. Ойбай. Битеуге келмейді, битеуге келмейді. Деп сразу басып кеткенсің ғой. Бейка, дұрыстап басты. Ені сол аяқ қой, бейбей. Олай емес.
шанс береміз, давай. Ой, сол аяқ екен, кешіріңдерші. Былай. Екі аяқ былай, ортада қол. Былай. Ойо! Мынау кетеді ғой негізі. Асықпа, нормально, асықпа. Жатып ал енді, бір демал бол. Атқа! Мына жақ аяқ екен ғой, е? Ордан қол, е. Кетті қол. Ол екі. Молодец. Кетті, давай. Өт кетті, е. Давай. Қиын екен мынау. Логика. Бұл енді сөйтеді. Өтті, да? Красав. Так, мен да? Хоп. Хоп. Красавчик. Солай екен ғой, оң аяқ сол қол. Ой, оң қол екен ғой. Оң аяқ, оң қол. Иә. Асық кеттім. Үйрене бастап. Нормально. Нормально. Оң аяқ кетті керек қой. Бұлай бол керек. Ой, бak кешір. Давай. Ой, бak білмеймін. Оң қол. Мә, мынау Оң қиын аяқ, оң енді. қол. Ой, біраздан ыңғайсыз болады екенсің бір жағынан шы. Біріншіден зеректікті қатты талап етеді. Кім зерек, соңылтып. Жалпы мидың тез жұмыс істеуіне. Жақсы ой негізі. Иә. Өте қолай. Бірақ қыздарға қиындау. Сол кішкене. Машинайдаған сияқты. Менде біраз ыңғайсыздық болды. Егер қыздар болғанда қандай болады екен да, артында бауырларым тұрғаннан кішкене бір жағынан ыңғайсызданады екенсің, бір жағынан өзі миың шатасып кетеді екенсің, шынын айтқанда. Көңіл күй көтереді сосын. Бірақ көңіл күй көтереді, иә, жақсы, керемет. Бізге ұнады. Жақсы эмоция, тамаша. Қарап тұрған адамның өзіне қиын ғой мысалы. Қазан уақытта ойнайтын екен, ұйқыңды тез ашасың. Солай да. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Әрине, біз жетісу жер жанатындағы әдемі бағдарламамыздың жалғасын мінекей тағы да өздеріңізге ұсынғымыз келеді. Бүгін жанымда өмірде де, өнерде де бауыр бол, бір-бірімізге тілекші болып жатқан менің ең жақсы көретін әні қарындастарым жанымда. Бибігүл Қилымқандай тамаша, және де ошақтың үш бұтындай бірлік пен берекені сақтап меломен деген әдемі топтың жалауын желбіретіп жүрген менің үш бірдей бауырым. Бұл Ғабекең, бұл Ролан, бұл Қайрекең. Бүгін күні біз жетісу жер жанатының әдемі мекені Алатаудың бөктерінде осындай бір емін-еркін жаңағы ресми түрдегі сұхбаттан көрі осылай отырып алып жақсы бір әңгіме дүкен құруды жөн таптық. Дегенмен де бауырлар қош келдіңдер. Ат көлік аман есен ғой? Аман есен. Тұлпарларың шаршамай жеткізді ғой? Шаршамай, бірақ терлеп келдім. Терлеп келді ме? Жоғары қарай ғой. Ал енді тұлпардың қандай екен жанымызда көріп тұрмыз. Бұл тұлпар кімнің иелігіндегі тұлпар? Бүйтіп бәріміз сол жаққа қараймыз. Бәріміз сол жаққа қараймыз ба? Ғабекең бауырымыздың. Қош жол, Ғабек. Ғабеке, тұлпарыңның аты қалай? 777 ГАП аты. ГАП, яғни маркасы Lexus. Иә, бәрекелді. Бұның барлығы не үшін сұрап отырмын? Жалпы бүгін күні әр ер азаматтың мініп жүрген тұлпары, бұл яғни сәйгүлігі, сол себепті осындай жақсы тұлпарлар мінген кезде діттеген жерге шаршатпай жеткізетін сөзсіз. Ал бүгін
таңертеңнен бастап ұйқыларыңыздан тұрғаннан кейін тақымдарыңызды жазып, енді білмеймін, Бибігүл қарындасым атқа отырып үлгерді ме, жоқ, әйтеуір менің 3 бауырым, яғни біраз шаптық. Иә, атқа мініп шаптыңыз. Отырдым, иә. Тақым кішкене таңғалып қалған жоқ па? Көп болды ма атқа отырмағалы? Жоқ, керісінше бізге осы жобаны айтқаннан бір 10 шақты күн бұрын отырып дайындалдық. Дайындалдыңыздар, арнайы. Арнайы дайындалдық, рас. Және де менде көрпеше бар арнайы. Сондай атта отырғандай сезінеді. Машинада. Оны қазір түсірілмен болғаннан кейін сөйлесейік. Міндетті түрде. Мен жаңа естуімше, сендер атқа шапқан кезде орталарыңда біреу аттан құлапты. Қайсысың? Біз құламадық, керісінше арамызда бір режиссер сол бала құлады. Андрей бауырымыз ол атқа енді бастап отырып жатқан сияқты, соған қарағанда. Дыр деп келе жатқан артында. Көзінен жастырып кеткен жоқ па? Бір қарасам бұлай ұшып Мен айтып берейін, мен қолымда телефон, камераға түсіріп келе жатырмын. Ринат қасында келе жатқан. Хван былай қарай шапты да. Анам басын тоқтатамай жатыр да. Ер тоқымды арт жағынан ұстап алғанда бүйтіп. Ринат, ұстама, жібер, отпусти, не держи, ұстама десе, одан соң ұстап жатыр да. Логично, алғаш отқан адам. Жақындан кейін қазан ошаққа қарай шапты. Сөйтті да, анау аттамақшы болды ғой деймін. Сөрге барғанда ат тоқтатты да, бұл үстінен секіріп, кувырокпен айналып өтіп кетті. Қайда? Неге? Бұл жігіт өте жаңағы етті биші жігіт қой. Кувырок жасап тұрып кетті. Біз риза болдым. Негізінде қарап отырсаңдар, жігіттер өздерінде білесіңдер ғой. Атпен құлау мен есекпен құлаудың ортасындағы айырмашылық бала кезімізден бастап айтатын. Есектен құласаң, есек тұяғын төсейді, ат жалын төсейді. Ат деген жануар, жылқы жануары қашаннан да бұл әсіресе қазақ халқының бірден бір айнымас досы ғой. Жануарлардың ішіндегі тектілігі. Сондықтан, ал енді келе салып, сірне жедіңіздер, қымыз іштіңіздер, шұбат іштіңіздер, саумал іштіңіздер. Керемет, енді бұндай жерге келгеннен кейін әрине ондайды ішпеу күнә шығар. Өйткені келе салып бағанағы өзіңіз айтқандай сірнесі бар, саумалы бар, қымызы бар, жылқысы бар. Қазақ деген атқа жалпы бұл жаққа келгеннен кейін бірден еске түсетін, бізді бірден қанымызды тартып тұратын нәрсе сол болғаннан кейін біз оны бірден қолға алдық. Енді мен сендерден бұрын келдім ғой бұл экспедициялық саяхатқа. Келгелі бері менің бойымда өтіп жатқан қасиет, мына мүлгіген тыныштық бір бөлек, мына таза ауадан менің организм таңғалып, бұл таза ауаның өзінен масайып, тек қана мені ұйқыға ғана тарта береді. Ұйқыңыз ғана қанып дейсіз ғой, ұйқы ғана. Ұйқы қанды ма бүгін? Қанды. Жолдан келдік. Тамаша қанды. Бәрекелді. Мен өзім сағат 5:30-да ма тұрып алдым. Таза ауаның шығып, бірде жаттық. 1 сағаттай бүкіл жерді аралап жүріп қайттым, айналаның бәрін, шыршалардың ішіне барып. Бәрекелді, бұл түсіріліп жатқан біздегі түсірілім қазақ концерт бірлестігімен, яғни өздеріңдей тамаша қазақ концерт ұжымының өкілдерімен еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Алматы облысының 20 жылдығына арналған жақсы хабар болып жатыр. Біз үлкен рахмет айтқымыз келеді. Жалпы кәсіпкер, сауда-саттық әлемінде өзінің жақсы орны бар Бибі Партнерс компаниясының басшысы Болаттай бауырымызға. Өйткені осы жобаны іске асыруға мұрындық болып демеушілік жасаған Болаттай бауырымыз. Ал енді бәріміз әрқашанда сұрақ қойған кезде бірден иә, мен сондаймын деп жауап береміз. Оған қазір көз жеткіземіз. Сіз өз еліңіздің патриотсыз ба? Әрине, сөзсіз ғой. Ал? Әрине. Патриот. Әрине. Патриотсыз. Ал енді патриот адам бүгінгі таңда Қазақстанның экономикасын дамыту үшін ішкі туризм саласы. Ішкі туризмға біз бүгінгі таңда не бере аламыз әншілер, не болмаса шығармашылық адамдар? Енді біз ішкі туризмнің дамуы үшін не бере аласыз? Негіз енді дұрыс айтасыз аға. Мынау өнер адам болғаннан кейін біз халықтың алдында жүргеннен кейін көбі бәрібір өнер адамдарына қарап, жалпы теледидардың алдында жүрген адамдарға қарап бой түзейді. Біз егер жүріп, мынау Қазақстанның әдемі жерлері өте көп. Бағана бір-екі сұрақтар болған. Ойланып қарасақ, Қазақстанда
Инстаграм деген нәрсе мына интернет жағы өте жақсы дамыған. Әлеуметтік желі. Әлеуметтік желі өте жақсы дамыған. Өте жақсы қазақтардың жастары меңгерген. Солар бүкіл әдемі жерлердің бәрін түсіріп үлгеріп, сол жан-жаққа көрсетеді. Мысалға біз бір нәрсені салсақ, ол жаққа келеміз, мысалға, ол бір подписчигі аз адам болатын болса, иә, ол түсіреді, бірақ аз адам көреді. Тартылысы да көп болмайды. Мысалға, бізде де бар ғой, азды көпті адамдарымыз бар, соны салатын болсақ, әдемі жерлерді көрсетсек, неге артымыздан керісінше сұрақтар, өзіміз жанында достарымыз, туыстарымыз, қандай әдемі жер, қай жерде жүрсіңдер, осы сұрақтар көп болады да. Осыны ойлаймын мен, егер осы түсіріп жүрсек, әдемі жерлерді көрсетсек, керісінше қызығушылықты біз көп арттырамыз. Соның өзі бір үлкен үлес деп ойлаймын мен. Әлеуметтік желі дегеннен шығады ғой? Иә. Шынымен де қазір әлеуметтік желінің ішінде Инстаграм деген бұл миды улап алды, көздің құртын жеп қойды. Енді бізді көріп отқан әрбір көрермен сіздерді өнерде өз орындарыңыздың бар екенін, әрқайсыңыздың шығармашылық адам екендіктеріңізді жақсы біледі. Сізде қанша тіркелген жазылушы бар? Инстаграмда? Иә. 176 мың. 176 мың. Сенде? 207 мың. Сенде? Мен айтпай қойайын. Жоқ, айта ғой. Мен өте аз. Иә. 6 мың қанша енді. 6 мың. Енді басталады. 82 мың сондай. 82 мың. Ал бұған дейін осы Инстаграм парақшасында отандық өнімге деген өз тарапыңыздан бір қолдау болды ма? Жеке-жеке айтып Біз кетейікші. қолдадық па дейсіз бе Инстаграмда? Иә, болды. Отандық өнім бізде қазір өзіміздің қазақ бауырларымыз әртүрлі саланы дамытып жатыр. Біз өте ризамыз. Яғни отандық өнімді қолдап отырасыздар. Қолдап отырмыз, Ал енді иә. сұрақ, отандық өнімді бүгін таңда бизнес көзіне айналдырған кейбір әріптестеріміз сияқты, сол отандық өнімді жария қылғанда, қаламақы не болмаса, соған өзіңіздің бір гонорарыңыз сұрап, ақшаға қойып жатсыз ба, жоқ әлде отандық өнімді патриоттық сезіммен таза осы біздің бауырларымыздың жасап жатқан тірлігі ілгері басып кетсінші деген. Шыны керек, негізі ақшаға жасаған емеспіз. Себебі жоқ, енді сіздер бір топ болғанмен жеке-жеке мен өзімді айтатын болсам, мен ақшаға жасаған емеспін. Бірақ артынан жаңағы жасар ма едің? жоқ. Отандық өнімді жасамайсың. Егер мысалы көбінесе мынандай жағдай болды, енді жаңағы отандық өнім шыққаннан кейін соны сыйға тартады. Сіз де дәмін көріңіз, я болмаса киіп көріңіз деген сияқты. Қолдап киіп жүріңіз, біз үшін қуанышты болады деген жағдайда шын жүрегімізбен, міне қазақтың даласында отырмыз, шын жүрегімізбен қолдаймыз. Себебі біз өзіміздің өнімімізді өз Қазақстанымызда өзіміз өндіріп, өзіміз тұтынатын болсақ, біздің экономикамыз бұрынға қарағанда қаттырақ дамиды. Әрі жалпы Қазақстанның бюджетіне де былайша айтқан кезде қомақты ақшалар келе береді. Ол жайлап болатын дүние. Сондықтан біз шынымен қолдаймыз. Бибігүл, Қолдаймын мен. Мен ерекше қолдаймын. Аяқ қолыңды көтеріп қолдайсың. Бұның барлығын бауырлар не үшін айтып отырмын? Біздің осы жақсы жобаны іске асыруға мұрындық болған демеуші болған. Жаңағы BB Partners компаниясы болатын болса, сол BB Partners компаниясының шығарып жатқан бүгінгі таңда тек қана қазақ даласына ғана емес, алыс жақын шетелдегі бауырларымыз да жақсы осыны пайдаланып, бұл бие сүтінен жасалынған құрғақ бие сүті, капсулада құрғақ бие сүті. Жалпы бұның аталуы міне ұстап көрсеңіздер болады, міне. Осы саумал деген дүниені біз қалай түсінеміз? Сіз бұрындары капсуладағы саумал деген дүниені естіп көрдіңіз бе? Естімегем, көзіне елестете алмағамда. Иә. Бірақ бұл, мен ойлаймын, бұл компанияның басшылығы жақсы ойлап тапты деп. Өйткені капсула деген бұл заманауи түрде де. Енді заманмен өзгеріп отырады, мысалы, оны бір жерде барып, кейбіреуі таңда тұрып, сол уақытта барып іше алмайтын адамдар болады. Ал бұл сен қашан болса да сақтай аласың. Үйіңде тұра береді, қалған уақытында іше аласың. Бізге өте ыңғайлы екен. Негізінде бұл саумалдың капсула түрін қазақтан басқа ешкім жасай алмайды деп ойлаймын. Неге? Себебі қазақ халқы жылқы малын жалпы өте жетік меңгерген, өте жетік зерттеген, саумалдың қасиетімен осы күнге шейін мысалы әлі бабаларымыздың батыр, бабаларымыздың мысалы жаңағы білектің күшімен, найзаның күшімен дейміз ғой, мысалы қанша жауға шауып, қаншама 70 жасқа, 80 жасқа келген Қабанбай батыр бабаларымыз жастарды аттың үстінен қуатқан. Оның барлығы осы табиғи біздің жылқының қасиетінің арқасында деп те айтылып жатқан жерлері бар. Соның бәрін естіп жүрміз. Өйткені бұны яғни біздің қазақтар ғана жасап деген себебім жаңа айтып отырмын ғой, жетік меңгерген.
Себебі бұның құрамын мен кешеде танысқан болатын негізінде бұл саумалмен. Бұның құрамын барынша сақтаған, 100%-ға сақтаған, қанша уақыт тұрса да таңғалатын нәрсе осы. Құрамын өзгертпейді, жағы беретін сапасын өзгертпейді. Соған көзіміз жетті, қаншама докторлар, қаншама жаңағы медицина ғалымдарымен бірлесе отырып істелген. Ғылыми зерттелген ғой енді бұның, Кешеде біз таныстық қой. Бұның ең бастысы несі, жаңағы үлкен қызметте жүрген ағаларымыз болсын, әпкелеріміз болсын, алып жүруге қолайды екен де. Мысалы таңертең барып кейде жұмыс басты болғаннан бара алмайды ғой, мысалы іше алмайды. Сондықтан өте қолайлы, оның үстіне отандық өнім. Әсіресе әншілерге жақсы, өнер адамдарына. Олай болса, әншілерге жақсы болса, осы хабардан кейін міндетті түрде біздің демеушімізге айтып, осында отырған мен 4 бауырыма міндетті түрде осыны сыйға тартыңыздар. Одан кейін ол кісілер ішіп көрсін, өн бойында қандай өзгеріс болды, оны байқасын, және де өздерінің иммунитеттері әрқашанда жоғары болсын деген ниетпен. Рас екен. Аман бол, сәттілік болсын. Қымбатты бауырлар, енді қазір біз өткенге көз жүгіртсек, енді сіздер, мұндағы балалар сіздер ғой, 90 жылдардан бастап тәуелсіздігіміз алған кездегі жағдай бөлек болды. Ол кездегі бір түсірілімнің өзі, телевизия саласы, радио саласының өзінде сол қондырғыларды артып, көтеріп, алып жүрудің өзі үлкен жүк болатын. Қазір қараңыздар, біз бесеуіміз отыра қалдық. Әдемі техникамен, әдемі қондырғылармен осындай елге жаңа бір жақсы бір жоба ұсынып жатырмыз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын деп қашан да тілейміз. Ал енді осы тәуелсіздікке байланысты отандастарымызға не айта аласыз? Тәуелсіздіктің құны қаншалықты биік бізде? Тәуелсіздік баға жетпес, біз үшін үлкен қазына, байлық. Оны біз қадірін білуіміз керек. Еліміздің 20 тәуелсіздікті алғаннан бері, Аллаға шүкір, Қазақстанымыздың әлемге танымал болуы қазіргі уақытта. Аллаға шүкір, осы өнер мен спорттың арқасында біз біраз әлемді бағындырып, өзімізге қараттық, елді таныттық. Соның ішінде Димаш бауырымыз бар. Спортқа келетін болсақ, Геннадий Головкин, Батыр Жүкенбаев, Қанат Ислам, Жәнібек Әлімханұлы. Біз өзіміз енді спортта болғаннан, біз өнерде болғаннан кейін, өнерде де спортқа да өте қатты жақынбыз. Сол қазақтың туын көкте желбіретіп қаншама батырларымыз қазір шығып жатқанын білеміз. Соның барлығы Қазақстан деп, солар арқылы елімізге келіп, елімізді танып жатыр. Мен ойлаймын, еліміздің бір дамытатын бір түрлерінің бірі ол спорт пен өнер. Сондықтан да қазақтың спорты мен өнері жасасын деп айтқым келеді. Ал енді қазір өзге елдің туризмін дәріптеп, не болмаса соған қызығып, әйтпесе өзге елге көшу саясатын ұстанып жүрген бауырларға не айта аласыздар? Негізі ол мәселеде кеше Омар Желел ағаны тыңдап қалдық та, кішкене бір дұрыс айтқандай болды. Мысалы, Шәкәрім бабамыз да айтты, сыртта адам неғұрлым көп жүрсе, көбірек идея келеді екен. Түзде жүрген кезде қадірді түсініп, ештеңе адамда жаңағы орысша айтқанда алаңдатпайды, отвлекать етпейді екен да. Сол мақсатта көбісі кетіп жатқан себебін айтты. Енді басқа көбісіне естіп жатырмын ғой, Түркияға ашық айтты. Түркияға неге көшіп жатыр деді ғой. Сол себептерін айтты да, өзінің де сонда жүргенін айтты. Шығармашылығын дамыту үшін да. Шығармашылықты дамыту мақсатта деді. Ал енді тағы бір сөзге негізі еркелейтін шығар, кейбірі үйде отбасыда айтады ғой. Жұрттың баласы идеал ғой. Бірдеңе болса жұрттың баласы. Сол секілді кейде халық айтатын сияқты, жұрттың елдерін қарашы, бүйтіп жатыр деп билікке ше. Сондай бір дүниелер шығар деп ойлаймын, бір ағамыз айтқандай. Биліктен халық, ене мен келін сияқты деп. Сондай деп қабылдай салға. Ал енді өз отандастарымыздың өзге елдің туризм дамытуға жасап жатқан жарнамасы не болмаса, өзге елге көшу саясатын қолдаушыларға, яғни сіз қарсысыз ба? Әлбетте қарсымыз. Мен өзім ойлаймын да, осы мынау карантин кезі болды ғой. Сонда көп адам түсінді деп ойлаймын, қазақтың әдем жерлері барын, мысалы, шетелге шыға алмай қалды. Бәрін жауып тастады. Сондықтан жан-жаққа енді қыдыруға кетті ғой, былайша айтқанда, бір жақ қыдыру, бір жақ қорқу деген бар Алматыдан мысалы.
сөйтіп біраз жерді білді ау деп ойлаймын мен осы бір карантин. Бірақ елден кетті деп ойламаймын деңізші. Жоқ, елден де кеткендер бар енді, бірақ ол әр адамның өзінің әртүрлі ой өміріне, иә, кейбіреу семьяға байланысты. Ал енді біз қазір отырған осы Алатау бөктеріндегі, мысалға, қазір бүкіл дүйім жұрт қызыға қарап жатқан Көлсай көлдері. Яғни Жетісудің өңіріндегі 7 көл. Мысалы, сіздер бұрын соңғы осы мекенде, осы жерлерде болып па едіңіздер? Әлбетте, Болдыңыздар. Болдық. Бірақ болмай жатқандар көп. Болмай жатқандар көп. Айналамыздан сұрасақ, иә білеміз дейді, бірақ келмеген. Келген кездегі ол сезім бөлек. Мүлден бөлек, ол келіп көру, әсер алу деген сияқты. Мысалға театрда, жай театрда, спектакльда телевизордан көретін болсаң, оның әсері бөлек. Бөлек болады, иә. Сезінбейсің ешқандай. Ал спектакльдің өзіне барып көретін болсаң, сезім басқа. Ішкі сенің сезімің оянады, махаббатың оянады. Жас боласың ба айтқан, енді итақтар жаспыз ғой, жалпы айтып отқаным да. Ішкі сезімің, айтқанда фантазияң, идеяң шығады айтқан кезде, сол сияқты мынандай Қазақстанның керемет жері көзбен көру, ол мүлде бөлек нәрсе. Солай демекші, Қазақстаннан қалай көшуге болады? Сол айта келе мысалы, не үшін көшуге болады Қазақстаннан? Солай ұрысып қоя соғанда сында. Қымбатты бауырлар, біз отырған қасиетті мекен бұл Қазақстан. Бұл қазақтың жері. Бұл қасиетті мекен Қазақстанның ішіндегі Алматы облысына тиесілі жер. Сондықтан Алматы облысында 20 жылдық үлкен мерейтойы. Алматы облысының тұрғындарына, қазақстандықтарға қандай жүрек жарды тілек айтар едіңіз? 20 жылдыққа, 30 жылдыққа. Керемет айтатын. Мен балаларда сөйлей алмаймын десең. Тек елге тыныштық, амандық, осындай кең байтақ жеріміз, осындай сақталып, аман есен. Бүткіл қазақ әрбір жерге дем алып, осы тек қана өзіміздің осы жаңағы отандық өнімімізді, жаңағы туризм өзіміздің дамытса екен деп тілеймін енді. 20 жылдық құтты болсын деймін. Қуаныштымыз осындай. Иә, Бибігүлдің сөзін толықтыра кетсем, жалпы осындай, енді Алматы облысында отырмыз ғой қазір. Алматы облысының өзі қаншама байлыққа кең да, былай айтқан кезде тола. Қаншама табиғат жерлері бар. Осының барлығын былай айтқан кезде, осының барлығында қыдырып, деніміз сау, аман есен өмір сүрген күнге жетсін. Бәрекелді. Жалпы Америкада 200 жылдан астам уақыт соғыс болыпты. Тыныштық. Енді сол тыныштықты қарап отырсаң, 200 жылдың ішінде олар қандай дамыған. Ал баяғы кездерде біздің қазақ ата-бабаларымыз Америкадан да жоғары болған да, даму жағынан келгенде. Тірнектеп енді әр нәрсесін айтпай қойын, бірақ дегенмен де біздің елімізге керек нәрсе ол бейбітшілік. Жалпы еліміздің дәл қазір осы 30 жылдың ішінде еліміздің осы бейбітшілікті ұстап тұру, елдің басшылығына, халқымыздың сабырлығына Алла тағала осындай сабырлық берсін деймін, байлық берсін деймін, білім берсін деймін. Сол кезде біз өсеміз, сол кезде біз дамимыз. Қазақ еліміздің көк туы биікте желбіреп, әлемге таныла берейік. Амин. Олай болса, қымбатты көрермен, қымбатты отандастар, біз шын ниетімізбен баршаңызды тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен, Алматы облысының 20 жылдығымен шын ниетімізбен құттықтаймыз. Дегенмен де Алатаудың бөктерінде отырып, көк майсаның үстінде қазақи шапанмен отырған менің бауырларым беу деп қойып па? Бір беу демесе, бұның өзі үлкен бір күнә сияқты болып көрініп тұрады. Беу! Олай болса, беу дейік, кезек сіздерде. Қазақшаны айтайық. Біз енді Меломан тобы... Тек қана кәрісше айтып жүредіңіз. Жоқ, біз тек қана қазақша айтамыз. Соны да қазақша айтайық. Меломан тобы Нұрлан аға шыққан кезде ең басында осы әнмен шыққанбыз. Бұл енді қазақтың данасы, Абай атамыздың жел үстінде жарғай деген ән білмейтін қазақ жоқ шығар. Сол әнмен жас қанат, шабыт конкурстарында лауреат атандық. Сол әнімізді айтып беруге рұқсат етіңіз. Біз Бибігүл екеуміз қосылсақ рұқсат па? Болады. Әрине. Жоқ, әлде әрдеріңізді қосып жібереміз. Көрейік жағдай. Нұрлан аға, сіз онда төменгі дауыс ұстаңыз, әдемі болады. Бейіпқа сен фальцетпен жоғары кетсең, күшті болады. Кеттік. Ал, кеттік, бассаңыздар. Мен қосыла беремін.
сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Сыбдырласып өздізін, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып ән қосып, үрген итпен айдаққа келмеп пе едің жол тосып, келмеп пе едің жол тосып, жолығуға аулаққа. Қадірлі көрермен, мұнымен хабарымыз аяқталмайды. Хабардың жалғасын міндетті түрде күтеді деген сенімдеміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, бауырларымызға үлкен рахмет айтамыз. Жетісу елім, жұмақтан жерім,